Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің Норвегиядағы қазақ отбасы арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздерді өзіміз тұрып жатқан Саннес қаласындағы ең сиқырлы орындардың бірі Винтерланд Рождестволық жәрмеңкесіне бірге алып барамын. Біздің сапарымыз қаланың дәл орталығынан басталады. Алдымен Саннес қаланың орталығындағы мерекелік шамдарды тамашалап, қысқы атмосфераны сезініп алайық. Содан кейін Винтерландке барып, оның не ұсынатынын бірге көрейік. Ал кеттік. Саннес қаласының орталығы Рождество кезінде нағыз ертегі әлеміне айналады. Әр көшеде жарқыраған шамдар, безендірілген ағаштар, жылы атмосфера, бәрі мерекенің жақындығын айқын сездіреді. Қыстың суығына қарамастан, адамдар осы шамдардың арасында серуендеп, фотосуретке түсіп, мерекелік көңіл күйге бөленеді. Бұл жердің әр бұрышынан жылулық пен Рождество рухы сезіледі. Ал енді біз Винтерландқа, яғни қысқы ғажайып әлемге келдік. Мына жерге кірген сәттен-ақ атмосфера бірден өзгереді. Жарықтар, әдемі музыка, адамдардың ынтызарлығы бәрі ерекше. Бұл жәрмеңке Саннесте жыл сайын өтеді және қала тұрғындары асыға күтетін шаралардың бірі. Мұнда ең бірінші көзге түсетіні балаларға арналған аттракциондар, карусельдер, ойын алаңдары, жарқыраған шамдар, бәрі кішкентайларға арналған нағыз мерекелік көңіл күй сыйлайды. Балалардың қуанышын көргенде бұл жердің неге соншалықты танымал екенін түсінесіз. Nå! Ja! Fikk du det da? Ja. Jeg klarte det litt. Hvis jeg... Қалай жүректерің айнаған жоқ па? Аяғым дірілдеп. Аяғым дірілдеп жатыр. Ұшып кетейін дедік, ұшып кетейін деп. Винтерландтың басты сиқыры оның атмосферасында. Музыка, адамдардың мәз-мейрам жүруі, шамдардың жылуы бәрі жиналып, ерекше мерекелік көңіл күй қалыптастырады. Әр бұрышта фотоға түсуге болатын шағын әдемі зоналар бар. Мұнда да бір шарша қойып қойған. Бұлтарда солай болған сияқты, ар жақта бір шарша, мұн жақта бір шарша. Бір-бірден алайық. Қайсысын алайық? Өзімді мынандай ішінде тауық еті, сосын түрлі If you prefer ribs, I can... көмістер бар, сосын қыздар өздеріне мынандай көмбеттермен алды. Қарап сәп. Ішінде шынымен мынандай түрлі сәбіз, тағы не, картоп бар, қырыққабат салған, сосын аздап тауық фаршы. Пирожки с капустой сияқты. Иә, және қырықтай шағын ғана. Орамадан, тауық еті қосылған орамадан тағы да алып келдік, себебі ұнады қатты. Және таза ауада жүргенде кішкене қарны ашады ғой адам. Окей. Thank you. Не ол, бақылава ма? Бағалама. Yeah.
қар жоқ, мына осындай пленканың үстіне. Ана жерге қар әкеліп тастапты, білмеймін қай жақтан алып келгенін. Соны дейтін болат салып алып, ана жерге кішкене не болсын деп, сырғанақ болсын деп қазір дейтін астарына қар істейді білем. Онан басқа қыздар жаңа бір түсті. Ана сырғанаудан мүлдем сырғанамайды дұрыс дейді. Соған ана папамыз ана жерден қар алып отыр. Папамыз ана қарды не сырғанасын деп. Кәдімгідей қар. Папай қарды көріп қалып, қызым барып ойнайын дейді. Қар сағынып жүріп балдар. Бұл да еріп жатыр енді жайлап. Күн жылы ғой енді. Я қара жаным. Қолың өсті. Қатып қалған ба? Бұл жерде біз мексикандық таныстарымызды да кездестірдік. Ал әжеп айтыңдар қандай екенін. Қандай? Karamel. Карамель ма? Ар жағын істесең алмақ. Сырты толықтай андай кәмпитпен жалатылған. Оны алмасына жету үшін әуелі сыртындағы ана мұзын жеу керек. Nah, aslında Осымен біздің Саннос қаласындағы Винтерланд Рождестволық мерекесіне жасаған шағын саяхатымыз аяқталды. Бұл жер шынымен де қысқы ертегіні сезіндіріп, жаңа жылдық көңіл-күй сыйлайды. Егер бейнебаян сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнебаяндарда кездескенше, Рождестволық көңіл-күй сізге де жетсін. Жаңа жыл құтты болсын.